Ассаламу алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін детокс марафоны екінші күні. Осындай пайдалы смузилерді дайындайтын боламыз. Ең алдымен біз завтрак дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай кішірек банан және малина қажет болады. Болмаса құлпынай қоссаңыздар болады. Және де қыздар, маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаймыз. Қоңырау белгісін басамыз. Өйткені мен әлі де каналыма 3-ші, 4-ші, 5-ші күнгі детокстардың жасалу жолын салатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Міне осындай дайын болған смузиді ыдысымызға құямыз. Дәмі енді өте керемет шықты. Малина мен бананның дәмі. Келесі біздің перекусымыз. Ол үшін бізге сәбіз керек болады. Және апельсин. Және су. Мен алдын ала бұл заттардың бәрін өлшеп қойдым. Граммовкасының бәрін описанияда қалдыратын боламын. Міне дайын болған смузимізді ыдысымызға құятын боламыз. Ыдысты міндетті түрде шайқап, осылай құятын боламыз. Енді түскі асымыз, обедті дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай көкөністер қажет болады. Оларды жақсылап майдалап турайтын боламыз. Бізде жеңіл салат түрінде болады түскі асымыз. Осылай жақсылап майдалап турап аламыз. Және де оны бір ыдысқа салып, мұжып салатын боламыз. Және де қыздар айтатын кететін жайт, бұл жерде біз ешқандай тұз да, майда қоспаймыз. Мінеки біздің осындай салатымыз дайын болды. Қытырлақ әдемі салатымыз дайын болды. Енді келесі перекусымыз дайындаймыз. Ол үшін бізге сельдерей керек болады, банан және қияр қажет болады. Суды құйып араластырамыз. Бұл жерде банан өте сондай бір ерекше дәм береді, тәтті дәм. Осындай жасыл смузиміз дайын болды. Келесі бізде ужин. Оған бізге қызылша мен айран қажет болады. Екеуін жақсылап араластырамыз. Қып-қызыл сондай әдемі смузиміз дайын болады. Мінеки смузиміз сондай. Мына жерде қызылша тәтті дәм береді айранға. Сіздер де жасап көріңіздер, өте керемет шығады қыздар. Мінеки біздің пайдалы смузиларымыз дайын болды. Ас болсын қыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін сіздерге көп рахмет. Сау болыңыздар.